Оқу инемен құдық қазғандай демекші, білім алу, білімді жан-жақты шыңдау үлкен еңбекті талап етеді. Мектеп оқушыларының білімін көрсететін, олардың өз біліктерін дәлелдеуге мүмкіндік сыйлайтын пәндік олимпиада екені белгілі. Облыстық пәндік олимпиададан номері 6 жалпы білім беретін мектебінің 3 бірдей оқушысы жүлдемен оралып, бір оқушы облыстық кезеңде топ жарып, республикалық кезеңде жүлделі 3-ші орынға ие болған еді. Осынау жетістікке қол жеткізген оқушыны, оның ұстаздарын, ата-анасын аудан әкімі қабылдап өз ризашылығын білдірді. Үлкен еңбектерге еліміздің, жеріміздің намысын республика деңгейінде қорғап жатсын. Өте қуаныштымыз. Осындай мұғалім, осындай мама білім беріп жатқан өзіңде сол білімді жерге тастамай, республика деңгейінде осы Батыс Қазақстан облысының жаңағы бір мәртебесін көтеріп, сол Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданының атағын бір шығарып жақсы деңгейде шынайы алғысымды білдіремін өзіңе, мұғаліміңе, мамаңызға. Сондықтан сіздерге енді біріншіден тілейтінім әрі қарай осылай білімдеріңіз арта берсін, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жаңағына орынбасар Төлегенов айтып отыр ғой, расында да осы лицей ашу керек. Енді сол лицейдің бағытын тұсау кесу жолын деп әрине өзің басталасың. Енді Құдай қаласа осындай жаңағы үлкен жақсы сәттілікпен біз лицей ашып, ертең сол лицейдің бірінші түлегі болуға тілектеспін. Алина Шалабаева республикалық пәндік олимпиадада өзінің білімін дәлелдеп, ауданымыздың білім-ғылым жолына бағыт алып жүрген оқушыларға жан-жақты күш-жігер беріп, үлгі көрсете алды. Ата-анасы да, ұстаздары да Алинаның еңбек сүйгіштігіне әрдайым риза болып жүреді. Алина деген өзінің оқуға деген ынтасымен, талабымен алдыңғы орында көріне білді. Жалпы республикалық олимпиада 3-ші орын алып, ол тек қана өзін ғана қуантпай, ата-анасын емес, мені де жалпы біздің Бөрлі ауданында Бөрлі ауданының білімін де көрсете білді деп ойлаймын. Қазақ халқы білімдінің күні жарық деп бекер айтпаған. Өйткені білімді адам мыңды жығып, ақыл-оймен биікке көтерілері анық. Алинаның бұл жетістігі ұстаздардың еңбегі, ата-анасының қолдауы, әрине сонымен бірге өзінің білімге деген құштарлығы. Кездесу барысында Алина өзінің жоспарларымен бөлісіп, барша қолдаушыларына алғыстарын білдірсе, аудан әкімі шағын сыйлықты табыс етті. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.